Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін биткоинға кішігірім анализ. Жалпы тек биткоин емес, крипто нарыққа біраз кішігірім анализ жасап өткім келіп тұр. Крипто сауда жасайтындар болса, сіздерге керек болып қалар. Так, биткоиннен бастайық. Так, биткоин. Жалпы биткоин туралы не айта аламыз? Биткоин қазіргі таңда біз глобальный тренд, нисходящий трендті көріп тұрмыз. Төмен қарай бағытталған трендті көріп тұрмыз. Енді так, мына жерде қазір осы жерден 40. Жалпы қазір міне осы исторический дейді, тарихи деңгей ғой, 40 деген баға. 40 мың. Осыған келді, келіп соқтып, ложный пробой жасады, енді осы деңгейдің жанында тұр. Егер де бұл биткоин саудалап отырғандар бар болса, сақ болыңыздар. Міне егер де осы мына деңгей жоғары қарай бұзылмаса, баға осыдан міне мына бір максимум, осы бардың максимумнан жоғары қарай кетпесе, бұзған болса, онда біраз жоғары қарай барады бұл. Өсетінде болжам жасауға болады. Егер де бұл осыдан қазір данный момент мені кішкентай каналдың ішінде тұр, егер де баға 40 мыңнан төмен қарай кеткен болса, жалпы міне бір күндік таймфреймді қарап бақылап отырыңыздар. Егер де баға 40 мыңнан төмен қарай жабылған болса, бір күндік таймфреймді, онда баға мына 30-ға дейін кетіп қалады. Соны сақ болыңыздар. Жалпы мына қазір исторический деңгейде тұр, 29,200 дейді. Енді округлять етіп, 30 мыңға дейін барады деп болжам жасай аламыз. Егер де қазір баға осы деңгейді бұзған болса, онда бұны бағаны басқа ұстайтын, тоқтататын деңгей жоқ. Сондықтан ол келесі деңгей 30-ға дейін төмен кетуі мүмкін. Осы жерде сақ болыңыздар. Егер қазір көрмеген болсаңыздар, міне 45 па, қанша? 45-тен жоғары қарай позицияға кіруге болады. Бірінші, допустим, бұл деңгей бұзылған жағдайда, бұны бірінші тоқтататын деңгей осы міне 50-ге дейін барады. 50-51-ге дейін анық барады. Жаңа жерде көбін көресіздер. 50-ді аса алса, егер 50-ді аса алса, онда ары қарай жоғары кетеді. Бірақ әзірге қазір нисходящий тренд. Мына нисходящий тренд қашан аяқталады? Ол егер де мына 50-ге баға қайттан 50-ге келген кезде, онда нисходящий тренд уже аяқталды деуге болады. Неге? Себебі тренд дегеніміз, допустим, төмен қарай бағытталған тренд болса, оның максимумдары алдыңғы максимумнан төмен болады. Мысалы, мына максимум алдыңғы максимумнан төмен, мына максимум алдыңғы максимумнан төмен деген сияқты. Егер де осы мына бір максимум обновляция етілсе, жаңартылса, мысалы баға осыған дейін келсе, онда ол уже бұл төмен қарай бағытталған тренд болмайды. Сондықтан көреміз, қадағалаңыздар, егер мына каналдан шыға алмай төмен қарай кетсе, жалпы 40 мың бұзылған жағдайда, онда кім позицияда отыр, уақытша позицияларын жауып тастауларыңызға болады. Себебі бұл надан бұзылса, возможно, бұл 30-ға дейін барады. Бұны біз, мысалы, үлкен таймфрейм, бір апталық таймфреймді көре аламыз. Міне, қазір мына деңгейдің жанында тұр. Көрдіңіздер ме, мына бір баға, тоже міне трендті көріп тұрмыз, міне максимум, максимум. Егер де мына бір жерде осы каналдан шыға алмаса, онда мына бір 40-тан төмен қарай 30-ға дейін кететіні анық. Мына жерде бір айлық графикті қарасақ, міне жоғары көтерілген ғой, міне қай кез 2020 жыл дейді. Осы жақта міне жоғары көтерілді, максимум бір 60-ға дейін барды, 60-тан 30-ға дейін түсті, қайттан көтерілді. Енді мына бір қайттан асты қарай данный момент нисходящий төмен қарай тұрған бағытталған тренд көріп тұрмыз. Бұл мына бір жалпы баға нелер
сауда құралдары мысалы бір деңгейден екінші деңгейге дейін жүреді. Мына жерде егер мына бір деңгейден төмен қарай кетті ма, бұл келесі бұны анық тоқтататын деңгей ол 30 болып тұр. Бұл үлкен таймфреймде бір айлық нені қарайтын болсақ, бұл жерде үлкен инвесторлар солар отыруы мүмкін. Бағаны төмен қарай қуалайтын солар. Сондықтан байқаңыздар, егер де 40-тан баға төмен түсіп, уже бір күндік таймфреймде жабылу бағасы төмен қарай жабылған болса, және мынау 40-тың астында 39-да кішкентай бір консолидация пайда болса, мысалы бір күндік таймфрейм, консолидация дегеніміз, мына накопление дейді оны. Осындай 40-тың астында тұрған болса, онда бұл точно 30-ға дейін кетеді. Сондықтан бұл жерде мысалы, егер сатып алған болсаңыздар, оны позицияны ұстаудың қажеті жоқ. Пока жібере салуларыңызға болады 30-ға дейін. 30-ға келгеннен кейін уже сатып алуға болады. Ал егер де қазір 45, 44, 45 осы жасыл бардың максимумнан аса бастаса, ол кезде уже 50-ге дейін ұстауларыңызға болады. Сол осы биткоинге қатысты айтайын дегенім. Так, одан кейін не бар? Эфириумді қарайық. Жалпы енді бұл эфириум тоже негізі биткоинді қайталап жатыр ғой. Мына жерде деңгей көріп тұрмыз. Мына максимум обновляция етіп жоғары қарай барсам, 3407. Осыдан 3400-ден жоғары қарай принципе сатып алуға болады. А пока бұл да әзірге нисходящий төмен қарай бағытталған тренд көріп тұрмыз. Бұл тренд қашан аяқталады? Егер мына максимум обновляция етсе, егер баға осы максимумға дейін жетсе, онда бұл төмен қарай бағытталған тренд аяқталды деп айта аламыз. Төмен қарай бағытталған тренд аяқталып, бұл мынада үлкен бір каналға енетін болады. Бұл жерде так көрсетіп қояйын. Так, кішігірім осы деңгей. Жалпы міне зеркальный уровень көріп тұрмыз. Мына жерде егер ұзыннан сызатын болсақ, мына жерде келіп бір тоқтаған. Одан бұзып барып, міне астынан поддержка болды. Нарада сопротивление болса, мына жерде поддержкаға айналды. Және бұл деңгейді мына үлкен бармен тоже растап тұр. Енді міне қазір қайттан бұзылып барып, қайттан сопротивлениеға айналды. Так, үлкен деңгей. Мынаған дейін. Егер де мына кішкентай 34-те қанша дедік? 3400 дедік па, осыны бұза алмаса, бұл баға мына бір жәнегі қанша 27 ма? Осыған дейін барады. Енді так, мынау дальний не ғой, деңгей. Бұның алдында бұған дейін тағы бір міне кішкентай тағы деңгей бар ма? 30 деген, 3000 деген баға. Қазір данный момент осы каналда тұр баға. Егер де осы жалпы мынаны қарайсыздар, егер мынадан төмен қарай бұзылған болса, онда бұл астыға кетеді. Астыға кеткенде мына жерде тоқтатады бұны. Бір апталық таймфреймді қарасақ, қазір мен нисходящий трендтен көріп тұрмыз. Үлкен қызыл бар. Осыдан енді осы апта бардың атар дегенді білесіздер ме? Атар дегеніміз орташа жүру қоры, запас. Жүру жолы, мысалы, мына жерден бастап 3800-ден 2800-ге дейін да, 3000-ға дейін жүрген екен. 800 пункт жүрген. Қазір мына кішкентай, қазіргі осы аптадағы бар. Мына ұзын бардың жартысына да жетпейді. Демек, егер бұл жартысына жете алмаса, бұл скорее всего астыға әрекет етеді баға. Бұны тоқтататын баға осы жерде міне. Мына деңгейді мына жасыл бардың минимумына дейін тартып қоюға болады. Неге жасыл бардың минимумы? Себебі мынарда төмен қарай кішкентай төмен қарай бағытталған кезде бұл жерде осы жерден тоқтатып, именно осы жасыл бардан бастап мына бірдің максимумы жаңартылған болатын.
максимум басында мысалы 39 4000 болса 4800-ге дейін көтерілген екен. Осы предыдущий алдыңғы максимумдарды немесе минимумдарды жаңартылған кезде қарайсыздар, қай бардан бастап движение басталды. Сол бар бойынша деңгей сызып қоюларыңызға болады. Енді мына бір апталықта біз көріп тұрмыз, әлі төмен қарай қарап тұр. Скорее всего, осы 2800 ба, осыған дейін келеді бұл әлі. Бір айлықта қарасақ. Бір айлық, иә, міне. Арда жасыл бар. Осыдан коррекция болды. Үстіге қарай кетті. Міне мына бір максимумы, как раз деңгей, мына зеркальный уровень болады, егер баға кеп, осы деңгейге дейін келетін болса. Осы деңгейге келіп, осыдан, возможно, отскок кетуі, жоғары қарай қайтадан кетуі мүмкін. Мына жерде, мысалы, осы қазіргі картинкаға, мына суретке қарап тұрып, біз баға үстіге кетеді деп айта алмаймыз. Өйткені нисходящий тренд. Төмен қарап тұрған бір бар, екі бар, келесі апта, келесі ай, ол төмен қарай 28-ге дейін келуі мүмкін. Жалпы қазір бұл төмен қарап тұр. Сақ болыңыздар. Егер де мына кішкентай 3400 ба, осы обновляция етілген болса, жоғары қарай, онда возможно үстіге барады. Егер де мынадан бұзылған кезде, ол келесі, ұмытпаймыз, бір деңгейден баға бір деңгейден келесі деңгейге дейін жүреді. Мысалы, мына деңгей бұзылса, онда келесі бұны тоқтататын деңгей міне мына 3600 болуы мүмкін, немесе мына бір жерде 3800 болуы мүмкін. 3900. Осы жалпы мына деңгейді неткен кезде, мысалы, сіз определять еткен кезде қарайсыздар, егер де 3855 дейме, жақын круглый цифраға округлять еткен дұрыс болады. Мысалы, 3800 демей, 3900-ға дейін барады. Деңгейді 3900-дан сызып қоюға болады. Баға егер 3900-ға дейін келген кезде, онда бұл төмен қарай бағытталған тренд бұзылды деп айта аламыз. Қазірге төмен қарап тұр. Так, тағы неме қарауға болады. Так, BNB дейді. Так, мынау да пока төмен қарап тұр. Міне, егер де мына баға мына жерге дейін келсе, онда уже тренд бұзылды деп айта аламыз. Так, мен арда лимитный уровень көріп тұрмыз, лимиттік деңгей бұзылды. Бірақ ары қарай егер осы деңгейдің үстінде бағасы сақталып қалса, төмен қарай кетпей тұрақтап қалса, онда ол ары қарай үстіге кетуі де мүмкін. Жоғары қарай 500-ге дейін, 560-ға дейін пока барады. Вообще, жалпы негізі қазір төмен қарап тұр. Бұл егерде осыдан төмен қарай түссе, ол осы жерге дейін 400-ге дейін келетіні анық. Так, көре салайық, бір апталық. Міне қазір мына қызыл бардың соңғы бар, мысалы, мына қызыл бардан кіші. Келесі апта бәлкім төмен қарай кетуі мүмкін. Төмен қарай осы 400-ге дейін барады. Бұл 400-ді бұзып өткен жағдайда, онда келесі міне мына жерге дейін келеді. Міне мына жерде біз зеркальный уровень көріп тұрмыз. Ол міне мына бармен жасалған. Міне мына бір келді, жоғары. Арда поджатиен көріп тұрмыз. Накопление, поджатие бәрі бар. Деңгей бұзылды, ары қарай кетті. Міне мына жерде зеркальный уровень дейді, бұны ауыспалы деңгей. Мына жерде қарсылық деңгейі болса, бұзылып барып, мынада тірек деңгейіне ауысты. Егер баға осыдан жоғары қарай кете алмаса, мысалы, жалпы мына бір қызыл барды максимум обновлять ете алмаса, онда баға әлі төмен қарай баруы мүмкін. Жалпы осы мына кіші егер асты қарай кетсе, бұл так мынаған шекен. Енді 300-ге дейін барады.
300-ге дейін келуі анық. Сақ болыңыздар. Әлі пока биткоин, криптовалюта бәрі төмен қарап тұр. Так, мына минимумға келді. Енді осыдан жоғары қарай кетіп барады екен. Мынау ада жоғары баратын шығар. Мына жерден деңгейсіз қойсаңыздар болады. Неғұрлым көп касание болса бір бағаға, сол баға бойынша деңгейсіз болады. Баға осыған енді келе ма келмей ме білмеймін, бәлкім уже кеткен де шығар осы деңгейден. Я енді мынау ақырындап түсуге қарай кетіп барады. Возможно, мына жерде каналға енуі мүмкін. Мына каналға енуі мүмкін осы жерде. Осыған келіп төмен түсіп осы жерде жүретін шығар. Егер мына деңгей бұзылған болса, онда келесі бұны тоқтататын деңгей осы жерде. 1900 немесе 2000. Жалпы осы негізгі көрсетейін дегенім осы биткоинді байқаңыздар. Биткоин алып жатыр ғой. Осы биткоин егер 44-тен аса алмаса, 40-қа дейін түсіп кеткен жағдайда, 40-тан төмен түссе, онда ол 30-ға дейін кетеді. Сондықтан 40-қа барған кезде бұл қазір қайта кері бұрылатын шығар деп күтіп отырудың қажеті жоқ. Мүмкіндік болса жауып тастаңыздар. 30-ға дейін барған кезде 30-да уже сатып алуларыңызға болады. Егер де мысалы сіз төмен қарай кеткен кезде жауып тастап, ол қайттан үстіге қарай көтерілген жағдайда, онда мына 44-тен жоғары қарай, немесе осы 40-тан жоғары қарай қайттан сатып аласыздар. Жақсы достар, осы. Сау болыңыздар.